Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Алдарыңыздағыдай Ghibli стиліндегі суретті қалай жасаймыз? Ол үшін бізге ChatGPT көмектесетін болады. ChatGPT-ге өзіміздің төменгі жағында плюс белгісін шертетін боламыз. Осы жерден загрузить из компьютера осы батырманы шертетін боламын. Енді өзімнің қандай суретті жасаймын, сол суретімді тауып алам. Мен мысалға мына суретті таңдай саламын. Міне, сурет орналасты. Енді осының астына өзім жазамын. Қазақша жаза беруімізге болады. Осы фотоны Ghibli стиліне аудар деп. Мен кәдімгі қазақша жазып көремін. Ghibli стиліне ауыстырып жаздым. Қазір қалай болады? Жазып болдым, енді жіберемін. Менің суретім мына жерге орналасты. Арман қарай мына жерде келесі міне загрузка жүріп жатыр. Начало работы. Алтындағы суретті көрсетемін. Мысалға менде мынандай суреттен мынандай бейнеге ауыстырып берді. Осындай қылып кезге мысалға мына суретті да осындай Ghibli стиліне ауыстырылған сурет. Жоғары жақта сурет көрініңкірмей қалып тұр. Міне осындай қылып біздің қазір мына таңдаған суретімізді бізге мына жерге басталды жұмыс жасау барысы Ghibli стиліне аударып беретін болады. Яғни осылай қылып өзіміз таңдаған кейбір кез келген суреттерімізді Ghibli стиліне аударып алып қолдануымызға болады. Ол үшін GPT-дің көмегіне жүгінетін боламыз. Қазір біздің суретіміздің қандай болып шыққанын қарайтын боламыз. Мына суретті енді өзім компьютерге көшіріп алу үшін мына жоғары жағында міне скачать деген батырма бар. Осы батырманы шертетін болам. Сол кезде мына жерге менде жүктеліп басталды. Осылай қазір біздің суретімізді қалай жасап бергендігін көретін боламыз. Бұл ChatGPT-дің тағы мүмкіндіктері. ChatGPT арқылы біз көптеген нәрсені жасап алуға болады. Бұл жерде мен тегін нұсқасы арқылы жасап отырмын. Егер де сіздер ақыл нұсқасы болса, бұдан да басқа ChatGPT-дің мүмкіндіктерін көптеп қолдана аласыздар. Міне, бізде мына салынған сурет бойынша бізді Ghibli стиліне мына кескінде ауыстырып берді. Бұны енді арман қарай біз мына жерден скачать батырмасын басып, өзімізге көшіріп алуымызға болады. Мына жерде міне орналасады арман қарай. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар. Осы Ghibli стиліне ауыстырған суретімізді алдағы видеолардың бірінде видео ретінде қалай жандандырамыз, соған тоқталатын боламын. Сіздер каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.